Тұрғын үй құрылысы бойынша компаниялар үлескерлерден қаржы алуға құқығы жоқ. Бұл ретте кәсіпкерлік қызметтің тыйым салынған түрлерімен айналысқаны үшін жауапкершілік те көзделген. Жалпы аталған заң бұзушылықтарға жол берген компанияларға Шымкент қаласының қалалық орта сапасы және бақылау басқармасы тарапынан 9 компанияға 7 миллион 350 мың теңге айыппұл салынды. Басқарма басшылығы өз қаражатыңызға сақ болуды сұрайды. Рұқсат құжаттары болмаған жағдайда тұрғын үй сатып алу қауіпті екенін ескертеді. Бізде бүгінгі таңда Шымкент қаласында 15 құрылыс компаниясы осындай үлескерлердің қаражатын тарту жағдайында келісімшартпен жұмыс істеп жатыр. Қазіргі таңда олар жаңағындай бірінші оператордың кепілдігі бойынша екінші деңгейде банктың қатысуымен немесе көп пәтерлі тұрғын үйдің қаңқасы салынғанда осындай жағдайлар бәрі тексеріліп, бәрі жағдайлар заңды тұрғыда реттелгеннен кейін көбісі Қазақстан Республикасында белгілі компаниялар, қаламызда белгілі компаниялар, үлескерлердің қаржысын тарту мәселесінде ол компания мысалы соңғы 3 жылда 16 мың шаршы метр пәтер құрылысын салып қабылдауға өткізгеннен кейін ғана сондай құқығы болады.